Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгін біз сөйлейтін аватар тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі видеода көрсетілетін барлық сайттардың сілтемелері әдеттегідей видеоның астындағы бекітілген комментарийда болады. Сіздерден видеоны көрген кезде белсенділік танытып, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Алғашқы біздің танысатын сайтымыз Хейжен деп аталынады. Сөйлейтін аватар. Мұнда сіз өз аватарыңызды жасауыңызға болады, немесе сайттың өзі беріп отырған аватарлардың біреуін таңдап алуыңызға болады. Көріп отырғандарыңыздар өте аватардың түрлері көп, әртүрлі жағдайда түсірілген. Өз аватарыңызды жасайтын болсаңыз, онда 2-3 минуттық видео жазу керек болады. Мен өздеріңіз көріп отырғандай, үй жағдайында компьютерде отырып жаза салғанмын мына видеоны. Сіздер өздеріңіз локацияны дұрыстап таңдап, табиғат аясында бір ағаштың түбінде түсесіз бе, жоқ әлде кабинетте отырып түсесіз бе, әйтеуір 2-3 минуттық видео жасап сайтқа салуыңыз керек. Сонда сіздің өзіңіздің сөйлейтін аватарыңыз пайда болады. Осы аватарды пайдалануыңызға болады, немесе сайттың өзі ұсынып отырған аватарларды пайдалануыңызға болады. Енді мұнда не істей аласыз? Мұнда өзіңіздің аватарыңызды кез келген тілде сөйлете аласыз. Оның ішінде қазақ тілі де бар, қолданылады. Көк батырманы бассаңыз, осында екі түрі шығады. Біреуі аватармен түсірілген видео, екіншісі жаңа аударма видео. Аударма видеоны қарайтын болсақ, мына жерде біз алдымен аватарды видеоны таңдауымыз керек. Бұның ең жақсысы, сіз жаңағы интернеттен ағылшын тілінде, басқа да шет тіліндегі бір видеоларды көріп, оны қазақ тіліне аударып алғыңыз келсе, түсінбей, бірақ ол видеоның мазмұны сізге қызықты болып, сіз оны түсінбей отырған болатын болсаңыз, сіз сол видеоны жүктеп алып, міне жүктеп алғаннан кейін мына көк батырманы басасыз. Міне осы жерде сізге бөліктер шығады. Міне осы бөліктерді таңдайсыз. Ең алдымен тілді таңдайсыз. Мұнда қазақ тілі бар. Қазір тауып аламыз қазақ тілін. Міне қазақ тілді таңдайсыз. Одан кейін аударатын тіліңізді таңдайсыз. Мына негізгі тіл, мысалы ағылшын тілі болатын болса, видеодағы тілі, оны ағылшын тілін таңдайсыз да, аударатын тілге қазақ тілін жазасыз. Немесе видеоңыз өзіңіздің қазақ тілінде болып, оны сіз ағылшын тіліне немесе басқа бір тілге аударғыңыз келсе, мысалы араб тіліне аударғыңыз келсе, арабты таңдайсыз, және қазақ тіліндегі видеоңыз араб тілінде шығатын болады. Осылай баптауларын жасап аласыз. Содан кейін, мына көк батырманы бассаңыз, видеоңыз аударылып шығады. Келесі аватар видео деп аталынады. Бұның өзі екіге бөлінеді. Жаңағы біреуі көлбеу жасалынған ютубқа арналған, екіншісі тік бұрышты етіп жасалынған. Бұл көбінесе инстаграмға, тиктокқа арналған. Кез келгенін таңдауға болады. Бұны таңдап алғаннан кейін автоматты түрге сізге мынандай аватарды ұсынады. Сіз ол аватарды ауыстырып аласыз. Ол үшін аватар дегенді басасыз, өз аватарыңызды таңдайсыз. Өз аватарыңызды қойғаннан кейін мына жерде енді сөйлейтін сөзі керек оның. Ол сөзді сіз не істей аласыз? Ол сөзді жаңағы аудио түрінде сіз көшіріп аласыз. Немесе тікелей өзіңіз сөйлей аласыз микрофонмен, немесе жаңағы алтына да жазып қойған аудиоңызды осы жерге көшіріп қоя аласыз. Енді аудионы көшіріп қою үшін мынандай жақсы сайт бар. Бұл сайтта мына қазақ тілі бар, өздеріңіз көріп отырғандай. Осы сайтта бірнеше қазақ тіліндегі дауыстар бар. Мысалы Гүлшат, Берік, Фархат, Алтынай,
Айгүл, Динара дегендер, осының барлығы да қазақ тілінде жаңағы әйел дауысы керек болатын болса Гүлшатты, Алтынайды, Айгүлді, Динараны таңдайсыз. Еркек дауысы екеу, Берік пен Фархат, мысалы Берікті таңдайық. Одан кейін мысалы сценарий керек болатын болса, сценарийді осы жерде өзіңіздің айтатын сөзіңізді алдын ала жазасыз. Өте көп сөз жаза беруге болады бұнда. Содан кейін создание аудио дегенді басасыз. Одан кейін загрузить файл деп өзіңізге жүктеп аласыз. Сол жүктеп алынғаныңызды содан кейін мына жерге әкеліп қоя саласыз. Егер де сіздің аудионыз сыймайтын болатын болса, бұл жерде тікелей мына жерге жазуға да болады. Мысалы, мен сіздерге қазір өткен тақырыптар бойынша мәліметтер беремін. Бұнда әрбір видео 30 секундқа арналған, сондықтан да сіздің сөзіңіз мысалы 10 минут, 20 минуттық сөз сөйлейтін болсаңыз, ол бірнеше сцена жасау керек болады. Ол үшін мына жерде плюс сцена деген бар. Плюс сценаны бассаңыз, екінші сцена қосылады. Тағы да дәл солайша не қолмен жазуыңызға болады, немесе жаңағы жазған аудиоларыңызды көшіріп алып отыруға болады. Осылайша бірнеше сцена жасайсыз. Содан кейін барлығын жасап болғаннан кейін кредит дегенді басасыз. Сол кезде жаңағы сіздің бейне сюжетіңіз дайын болады. Енді өзіміз бір видео жасап көрелік. Өз аватарымызды таңдаймыз. Мына жерге сөз жазамыз. Ағылшыншада тұр екен ғой. Осы видео сізге қызықты болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз дегенді. Енді Generate дегенді басамыз. Видеоның атын қоямыз. Каналға тіркелу дейік. Локациясы менің видеоларым дегенде тұра берсін, қалған барлығы тұра берсін. Генерация кетті. Міне генерация жасалынып жатыр, өздеріңіз көріп отырғандай 37% болды дейді. Мынау менің алдындағы жасаған видеоларым. Енді көреміз, тыңдап. Осы видео сізге қызықты болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Міне енді осыны жүктеп алуға болады. Осыны жүктеу батырмасын басасыз. Өзге видеоларды да көрсетейін. Бір-екеуін. Мына видео бірнеше сценалардан тұрады, өздеріңіз көріп отырғандай.
Мынау екінші сцена, мынау үшінші сцена. Генерация әлі жүргізіліп болмаған. Тағы бір видеоны көрелік. Бұл видеолар көшіріліп алып қойғандықтан сөйлетілмейді ғой емтегі. жоқ сөйлейді. أصدقائي الأعزاء، أهنئكم بمناسبة عيد نوروز، عيد الربيع والتجدد والوحدة. نتمنى أن يجلب هذا اليوم المشرق السعادة والازدهار мынау менің араб тіліндегі Наурызбен құттықтауларым, жазған Наурызбен құттықтауларым. Мынаны көрейік. प्यारे दोस्तों, आपको नवरोज की खुशी की मुबारकबाद। बहार, तजदीद और इत्तिहाद का त्यौहार। ये रोशन दिन आपके घर खुश Dear friends, I congratulate you on the holiday of Nowruz, the holiday of spring, renewal and unity. May this bright day bring happiness, prosperity and harmony into your home. I wish you health, good luck, love and flourishing. Chers amis, je vous félicite pour la fête de Nowruz, la fête du printemps, du renouveau et de l'unité. Que ce jour lumineux apporte bonheur, prospérité et harmonie dans votre foyer. Je vous souhaite santé, chance, amour et prospérité. Liebe Freunde, ich gratuliere euch zum Nowruz-Fest, dem Fest des Frühlings, der Erneuerung und der Einheit. Möge dieser helle Tag Glück, Wohlstand und Harmonie in euer Zuhause bringen. Ich wünsche euch Gesundheit, Glück, Liebe und Wohlstand. 亲爱的朋友们，我正和你们庆祝诺禄自节，春天更新和团结的节日。愿这一天带给你们家庭幸福、繁荣与和谐。祝你们健康、好运、爱与繁荣。 Міне ағылшын, француз, неміс және қытай тілдеріндегі сөздер осылайша 4 сценарийға бөліп жасалынған. Бұл бағанаға түсіндіріп айтып кеткенімдей, жаңағы видеоны жасау барысында осылай сценарийларға бөліп жасауға да болады. Міне осы сайттың негізгі мүмкіншіліктері осындай. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.